Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Арданайтин каналым. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай чепчиктің түрін тоқып үйренетін боламыз. Менің видеоларым ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Тоқу үшін мен ярнард джинс жібін алдым. Одан кейін крючок номер 2, қайшы, маркерлер керек болады. Ал ендеше тоқымамызды бастаймыз. Ең алғаш осындай гүлдер тоқып алып, бір-біріне біріктіретін боламыз. Қазір қайтып тоқимыз, соның барлығын көрсететін болам. Ең бірінші кольцо амигуруми жасап аламыз, немесе осылай бір петля өзіңізге ыңғайлы тәсілмен. Мынау қысқа жіп тартқан кезде осылай жылжып, мынау қысқару керек. Енді осы кольцоның ішіне крючокты өткізіп, жібіміз тартып шығарамыз да. 5 воздушный, 1, 2, 3, 4, 5 воздушный крючокқа накиділіп, кольцоның ішіне столбик с накидом. 2 воздушный, 1, 2, қайтадан кольцоның ішіне столбик с накидом. 2 воздушный, столбик с накидом. Осылай 6 болу керек. 1, 2, 3, 4. Енді тағы да 2 тоқимыз. 2 воздушный, столбик с накидом. 2 воздушный, столбик с накидом. 2 воздушный. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 воздушный мен қатарда аяқтадық. Қысқа жіпті тарттым. Енді жер жиырылды. Енді аяқта 5 воздушный көтерді. Соның 1, 2, 3-сіне соединительный жасаймыз. Бірінші қатарымыз осылай болып шықты. Екінші қатар мына жаққа соединительный мен өтіп аламыз арканың ішіне. 1 воздушный, осы жерге столбик без накида біреу. Одан кейін крючокқа накид тілемізде столбик с накидом біреу. Столбик с накидом тура осы арканың ішіне екіншісі. Сол арканың ішіне тағы да столбик с накидом үшіншісі. Одан кейін 1 воздушный, осы жерге арканың ішіне столбик без накида. Осылай әр арканың ішіне тоқып шығамыз. Бірінші столбик без накида келесі аркаға, 1 воздушный, одан кейін 3 столбик с накидом осы арканың ішіне. 1, 2, 3. 1 воздушный, осы арканың ішіне столбик без накида. Осылай қалған 1, 2, 3, 4 арканың ішіне тура осылайдан тоқып шығамыз. Міне екінші қатарды аяқтадым. Бізде міне 1, 2, 3, 4, 5, 6 гүл шықты. Үшінші қатарға өту үшін мына жерге міне соединительный жасаймын. Бір петля. Одан кейін 3 воздушный. 1, 2, 3. Одан кейін келесі мына жердегі бар ғой. Гүлімізден кейінгі осы жерге соединительный жасаймыз. Енау астында қалып кету керек мұндай болып. Тағы да 3 воздушный. 1, 2, 3. Келесі 2 гүлдің ортасына соединительный. 1, 2, 3. Келесіне соединительный. 1, 2, 3. Келесіге. Бұл бізде екінші гүлімізді тоқуға основа дейме қалай айтады. Екінші гүлімізге тоқу үшін керек соединительныйлар. Осындай міне 3 воздушный соединительный, 3 воздушный соединительный мен қатарда аяқтаймыз. Соединительный жасадым. Теріс жағынан қарасаңыздар, осылай көрініп тұрады. Енді ары қарай осы жасаған 3 воздушныйдың ішіне 4-ші қатар бұл енді. Бір соединительный жасап аламыз. Одан кейін 3 воздушный, 1, 2, 3. Крючокқа 2 накиділеміз. 1, 2. Столбик с 2 накидами тоқимыз. 1, 2, 3. Осылай 4 рет тоқимыз.
Крючокта 2 накид. Тура сол арканың ішіне. 2, 3, 4. 4 с двумя накидами. На жерде 3 воздушный. Қайтадан 3 воздушный. 1, 2, 3. Тура осы арканың ішіне соединительныймен аяқтаймыз. Міне. Барлығы 2 воздушный, яқта 1 воздушный, 3, яқта 3 воздушный. Сонымен барлығы бізде 6 столбик с двумя накидами болып саналады. Келесі мына жақтағы өту үшін, мына жақтағы аркаға соединительный жасап аламыз. Тура мына жақта қалай тоқыдық, солай тоқимыз. 3 воздушный, 1, 2, 3. Крючокқа 2 накид. Енді осы арканың ішіне с двумя накидами 4 рет тоқимыз. Столбик с двумя накидами. 1, 2, 3, 4. Одан кейін 3 воздушный. 1, 2, 3. Осы жерге соединительный. Міне. Осылай болып шығады. Қалған мына жердегі міне. Мынаның барлығына тура осылайнан тоқып шығамыз. Міне қалған гүлдерін бәрін тоқыдым. Мына жерге соединительный. Одан кейін мына жаққа тағы бір соединительныймен қатарды аяқтаймыз. Шырмамызды қиямыз осы жерде. Бірінші гүлімізді осылай толықтай тоқып аламыз. Уже екінші гүлімізде мына екеуін, соңғы 2 гүлді тоқымай бір-біріне біріктіретін боламыз. Оны қазір көрсетемін. Мына артық жіптердің бәрін жасырып тастаймыз. Осындай гүлден қазір енді мынандай біріктіргенін көрсетем. Барлығы бірігіп 6 болу керек. Бай-бай. Міне осындай біріккен. Мына жерде толық гүл тұр ғой. Толық гүл тұр. Енді мына екіншісінде міне 2 гүлін тоқыған жоқпын. Осыны қазір көрсететін боламын. 3 воздушный әдеттегіде 1, 2, 3 с двумя накидами. 1, екінші с двумя накидами. Үшінші и төртіншісін. Төртіншісінде уже мына жерге қосамыз міне. Мына жерден маркермен белгілеп көрсетейін. Мына жақтағы, мына ортасында астыңғы жағында бір гүл қалады да, міне мына жақтағы мынаған и мынаның бас жағына. Міне осы 2 жерге қазір бекітетін боламын. Міне 4 с двумя накидами тоқыдым. Енді мына жерге міне. Соединительный. Одан кейін 3 воздушный. 1, 2, 3. Мына жаққа бекітемін. Мынау соңғысы бізде. Одан кейін келесі гүлге өтемін. Соединительныймен. 3 воздушный. 1, 2, 3. Уже мына жерде сразу бекітіп кетуіміз керек. 3 воздушныйдан кейін соединительный жасаймыз. Одан кейін крючокқа 2 накид іліп, ары қарай жалғастырамыз гүлімізді. С двумя накидами 4 тоқимыз. 1, 2, 3, 4. 3 воздушный. 1, 2, 3. Мына жерге мына соединительный жасаймыз. Одан кейін соңғы мына жерге міне. Осылай 2 гүл бір-біріне жалғасты. Осылайнан енді тағы да 3 гүл тоқимыз бір-бір. Келесі гүлдерде уже мына жерде толық гүл тұр ғой. Тураны жаңағынан қалай қостым, мына жаққа да тура солайдан қоса береміз. Ортасынан яқта біреу қалдырасыздар да. Мына жерге соңғы жағына гүлдің. Мына жақта гүлде бас жағында 3 воздушныйдан кейін
міне осылай біріктіре береміз. Осындайдан 6 болу керек. 1 2 3 тағы да 3 гүлді біріктіретін боламыз осылай тоқып. Одан кейін артық жіптердің барлығын жасырып тастауымыз керек. Міне 6 гүлін тоқып, өйстіп біріктіріп алдым. 1 2 3 4 5 6. Енді бұны қоя тұрамыз да основасын тоқып аламыз. Ол үшін әдеттегідей бір петля жасап аламыз. Өзіңізге ыңғайлы тәсілмен. Осының ішіне, мына кольцоның ішіне 12 столбик накидым. Крючокты өткіземіз, жіп тартып шығарып, 3 воздушный 1 2 3. Осыдан бөлек енді 11 столбик накидым. Воздушный мен қосқанда 12 болу керек. Барлығы 1 2. Осылайынан осы кольцоның ішіне 12 столбик накидым тоқимыз. Міне 12 столбик накидым. Мынаны тартқан кезде мына жиырылу керек. Одан кейін 3 воздушныйдың үшіншісіне соединительный жасаймыз. Бірінші қатар аяқталды. Екінші қатар 3 воздушный 1 2 3. Осы воздушный шыққан жерге міне тағы да столбик накидым. Енді осы 12-ні көбейтеміз. Әр петляға 2 столбик накидым. Сонда барлығы бізде 24 столбик накидым болу керек. Міне әр петляға 2-ден тоқимыз. 1 2. Осыны айналдырып тоқып шығамыз. Міне екінші қатарды аяқтадым. Одан кейін үшінші воздушный петляға соединительный. Үшінші қатар 1 2 3 воздушный. Одан кейін келесі петляға біреу. И тағы да біреу осы жерге. Енді осылай бірінші петляға біреу, екінші петляға екеу. Осылай кезектестіріп тоқып шығамыз. Ең соңында 36 столбик накидым болу керек. Не? Келесіне біреу. Одан кейінгісіне бір петляға екеу. Үшінші қатарда аяқтадым соединительныймен. Төртінші қатарда 3 воздушный. Келесі петляға біреу. Одан кейінгі петляға екеу тоқимыз. Осылайынан кезектестіріп 2 петляға біреуден 1. Келесі петляға 1. Үшінші петляға 1 петляға екеу тоқимыз. Бұл қатарда бізде барлығы 48 столбик накидым болу керек. Міне біреу екеу, одан кейін үшіншісіне 1 петляға екеу. Осылай аяғына дейін тоқып шығамыз. Міне төртінші қатарды аяқтадым. Соединительный. Енді 3 воздушный 1 2 3. Крючокқа накидеміз. Тура осы жерге, воздушный шыққан жерге столбик накидым. Ортаға 1 воздушный, қайтадан крючокқа накидеміз. 1 петля тастаймыз, екіншісіне столбик накидым. 1 петляға екеу. Воздушный, крючокқа накидеміз, біреу тастаймыз. Одан кейінгі петляға 1 петляға 2 столбик накидым. 1 воздушный. Осылайынан аяғына дейін тоқып келеміз. 1 воздушный, біреу тастаймыз, екіншісіне 1 петляға 2 столбик накидым. 1 воздушный. Осылайынан айналдырып тоқып шығамыз. Міне 1 2 3 4 5-ші қатарды аяқтадым. 1 воздушный, мына жерде 1 петля қалды. Одан кейін 3-ші воздушный петляға соединительный жасаймыз. Енді 6-ші қатар тура осылай мына жаққа қарай, мына жерден өтеміз. Мына крючокты артқа тастап, мына жақтан 1 петля алып шығамыз да, екеуін бірге. Одан кейін 2 воздушный көтереміз. 1 2. Крючокқа накидеміз мына жерге, міне. Осы жерге столбик накидым. Екеу. 1 воздушный. Әр аркаға мына жерде, міне. 1 воздушный да тастап кеттік қой алдында. Соған осылай тоқып шығамыз. 1 воздушный. 2 столбик накидым. 1 воздушный, 2 столбик накидым. Не осылайынан. Не
соңына келдім. Мына жерде бір воздушный көтердік қой, бір ғана петля болып тұр, иә. Енді осы жерге тағы да бір петля тоқимыз. Одан кейін соединительный жасаймыз. 7-ші қатар мына жерге бір соединительный. Енді осы жерге 3 воздушный көтереміз. 1, 2, 3. Крючокқа накидлеп, тура осы жерге 2 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2. Бір воздушный. Енді аркалардың ішіне 2 емес 3 столбик с накидамнан тоқимыз. 2, 3. Арасына бір воздушный. 1, 2, 3. Бір воздушный. Аяғына дейін осылай тоқып шығамыз. Тоқып шықтым. Енді мына жерге соединительный. Тура жаңағы алдыңғы қатарда былай қарай, артқа қарай кетіп қой, тура сол сияқты. Осылайынан 1, 2, 3 воздушный. Одан кейін мына жаққа тоқимыз. 3 столбик с накидом. 1, 2, 3, бір воздушный. Енді мына жерде бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 қатар тоқыдық. 8-ші, 9-ші қатар тура осылай тоқылады. Тура осылайынан тоқып шығамыз. 3 столбик с накидом, бір воздушный, 3 столбик с накидом. Мынау бізде 8-ші қатар, тағы да бір қатар тоқып шығамыз. 9 қатар болу керек барлығы мына жақтан санаған кезде. 9-ші қатар тоқып аяқтадым. Енді мынаған соединительный жасамаймыз. Енді кері қарай 3 воздушный көтеріп аламыз. 1, 2, 3. Одан жұмысымызды кері қарай. Екі жаны ашық болу керек. Енді ары қарай тағы да бір воздушный. Одан кейін мына жерге 3 столбик с накидом. 1, 2, 3. Бір воздушный, 3 столбик с накидом. Тура алдыңғы қатардағыдай, бірақ соединительный жасап, кругпен тоқымаймыз. Енді поворотный рядпен тоқимыз. Мына жаққа дейін тоқып келеміз осылайынан. 10-ші рядтың соңғы жағына келдім. Бір воздушный, енді мына жерге бір столбик с накидом тоқимын. Одан кейін қайтып кері қарай кетеміз енді. 1, 2, 3 воздушный. Одан кейін енді мына жерге тоқып кетеміз. 1, 2, 3 воздушный мен 3 болды. Ары қарай бір воздушный узор бойынша тоқимыз. Бұл бізде 11-ші қатар. Ешқандай өзгеріс болмайды. Мынау соңғы жағында мына жерде міне бір қатарда мына жерде жоқ болады, бір қатарда міне мынандай 3 столбик с накидом тоқылады. Мына жақта да тура сондай. Осылайынан поворотный рядпен енді барлығы бізде 15 қатар болу керек. 10-ші қатардан бастап мынандай поворотный рядпен тоқыдық қой, 5 қатар сонда. Мынау қазір 1-ші, 2-ші қатарымен тоқып жатқан. Осылай поворотный рядпен тағы 5 қатар тоқимыз. Сонда барлығы бізде 15 қатар болу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Енді 4 қатар. Надан кейін 4 қатар тоқимын. 15 қатарды тоқып болдым. Басынан бастап, мына жерге дейін менде 15 қатар. Міне қарасаңыздар, біріншісінде 3 столбик с накидом, екіншісінде бір ғана столбик, бір воздушныймен, одан кейін келесіде 3 столбик с накидом. Осылай чередовать етіп тоқи бересіздер. Бас жағы и аяқ жағы осылай болып келеді. Мына гүлдерімізді белгілеп қойдым маркермен. 4 жерінен. Осы шапкамызға біріктіріп, былай қарай тоқитын боламыз енді. Дайын шапкамыз. Осыған біріктіріп тоқитын боламыз. Ол үшін мына жерде 15-ші қатарды аяқтадыңыз. Крючокқа өткізіп аламыз да. Міне мына екеуі де былай қарасаңыздар, оң болып тұр. Енді гүлді терісінен аламыз. Одан кейін жұмысымызды былай қарай айналдырып аламыз өзімізге ыңғайлы етіп. Одан кейін 2 воздушный, 1,
2. Одан кейін маркерді алып тастаймын. Сол жерге соединительный. Тағы да 2 воздушный. Одан кейін мына жердегі арка бар ғой, сол жерге соединительный. 2 воздушный. Келесі маркер тұрған жерге соединительный. Мына жерде 2 воздушный мен былай зигзаг қып үшеу тоқып алдық. Енді ары қарай 1 воздушный, келесі аркаға, одан кейін тағы 1 воздушный, келесі маркер тұрған жерге соединительный. 1 воздушный, келесі аркаға. Одан кейін уже соңғысына келдік, маркерім түсіп қалды. Осы жерге 2 воздушный, одан кейін соңғы гүліме, одан кейін тағы да 2 воздушный, одан кейін жақтағы аркаға міне. Барлығы 1, 2, 3, 4 аркаға бекітілді гүліміз. Міне. Оң жақ беті осылай бекітілді міне. Басында, аяқ жағында 2 воздушныйдан, ортасында 1 воздушныйдан көрсеткен бойынша солай тоқып кетесіздер. Енді ары қарай екінші гүлге 2 воздушный, бұл екінші гүлдің біріншісі болып саналады. Одан кейін міне бас жағында міне соединительный, 2 воздушный, келесі аркаға өтеміз. 2 воздушный, одан кейін міне ортасындағы гүл біріншісіне, одан кейін соединительный, 1 воздушный, мына жаққа аркаға соединительный, тағы 1 воздушный, мынау гүліміздің соңғы жағына соединительный, 1 воздушный, мына жаққа соединительный, 2 воздушный, 1, 2, одан кейін мені соңғы гүліміздің бірінші жағына, тағы да 2 воздушный, одан кейін мына жақта соңғы аркамызға міне екінші гүл осымен жалғасты міне. Тураны жақтағы да міне. Осылай барлық гүлді біріктіріп шығатын боламыз. Не ровно шығады. Соңғы гүлге бекіттім, одан кейін 2 воздушный и мына жерге 2 соединительный міне. Ровно бәріне бірдей жетті. Осылай болып шықты. Гүлдермен әдемі болып бірікті екеуі. Енді бауын тоқитын боламыз. Бауын тоқу үшін мына жерде міне біріктірдік қой. Мына жерге келіп аламыз, ол үшін 2 воздушный, 1, 2, одан кейін міне мына жерге соединительный. 1, 2-ден кейін соединительный, 1, 2 воздушный, біреу-екеуіне ерге соединительный, 1, 2 воздушный, мына жаққа соединительный, 1, 2, мына жерге соединительный, 1, 2, мына жерге соединительный. Осылайша қатарға келіп алдық. Енді ары қарай бау тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Өздеріңіз қалаған ұзындықта тоқисыздар. 30, 20 воздушный. Неме 20 воздушный тоқыдым. Енді осы жерден, мына жерден ұстап тұрамда. 1, 2, 3 воздушный. Одан кейін крючокқа накидемді. Тура осы жаңа ұстап тұрған жерге столбик накидем, айналдырып тоқим. 3 столбик накидем болды. Где-то бір 12 тоқим ғой, осы бір петля ғана айналып шығу үшін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 міне топтамалық болды. Мына жағына соединительный жасаймын бірінші петляға. Одан кейін қайтадан 20 воздушный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Тура жаңағындай қылып, мынандай қылып жасаймыз. Тағы да осы жерден ұстап тұрамыз. Одан кейін 3 воздушный, 1, 2, 3. Крючокқа накиділеміз де, тура ұстап тұрған жерімізге столбик с накидом 12 тоқимыз. Мына жерде 2 болды. 3. Үшіншісі осылай тоқи береміз. Тура мынандай қылып, сосын тағы да осындай домалақ жасап алғаннан кейін тағы да 20 воздушный, қайтадан тура осындай қыламыз да. Мындай типа бобончик сияқты ғой, мынау. Осыдан 3 қыламыз ғой, арасы 20 воздушныйдан. Міне, жаңағы айтқанымдай 3 тоқыдым. Аяқтадым, бір воздушный жасаймын да, тоқиып тастаймын. Егер ұзын керек десеңіздер, онда мынау воздушныйлардың арасын 20 емес, 30 қылыңыздар. Жауып тастаймыз, петляларды тығып. Одан кейін екінші шетінде тура осылай мына жерден петля аламыз да. Бір шеті ғой міне, түсіп тұрған. Екінші шеті міне мынау. Мына жерден бір петля жасаймыз. Бір, екі, жаңдай бір, екі соединительныймен, бір, екі, мына жақ басына келіп алуымыз керек. Бір, екі, бір, екі, бір, екі. Мына жағына шықтық. Енді тура жаңағы мына жақта қалай тоқыдық, мына жақта да тура солайынан 20 воздушный, 1, 2, 3, 4. Мынау сияқты бобончигін жасаймыз. Сонымен біздің тоқымамыз аяқталады. Міне осындай әдемі шапка шықты. Қазір манекенға кигізіп көрсетсем, прям өзіме қатты ұнап тұр. Мындай бобончиктармен прям әдемі болып шықты. Міне осындай әдемі чепчик тоқып шықтық. Міне бауларымен, гүлімен прям әдемі болып шықты. Менің видеоларымды лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.